Армысыздар, құрметті көрермендер. Мінекей қазақтар, Мойынқұмның қазақтары, Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Мойынқұм бөлімшесінің ұйымдастырушысы болғандықтан, мен азғантай ғана осы жөнінен бір пікір алғым келеді. Сондықтан да мен бүгін тағы да сәтін салып, өзімнің жерлестеріммен, Мойынқұмдармен кездесуге сәт түсіп отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, осы дер кезінде қажет жерден табыла білу керек деп ата-бабамыз айтып кетті ғой. Мынау әлемде болып жатқан осынау құбылыс сондай бір сәт емес пе? Ал енді дәл қазіргі күнде осындай сұрақпен мен ауылға барған кезде ақсақалдармен сөйлескім келді. Сөйтіп ауылдың ақсақалдарын іздеп жүрген жайым бұл. Өздеріңіз де солардың бір өкілі ретінде бір ауыз өздеріңіздің ақсақалдарға деген көз қарасыңыз бүгінгі заманның не? Бұл жұмбақ па, әлде жұмбақтың шешуі ме? Болмаса бізге менің қояр сұрағым, сол ойымызды дамыту үшін мойынқұмдықтардың құрылтайын жасау керек. Оған деген көз қарасыңыз қандай? Деген сұрақтарға жауап алғым келеді. Сондықтан да бүгінгі біздің кешімізде танысып болып отырыңыздар. Бірден бір осы күнде 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейтіндей, мінекей сонау Мойынқұмда өніп өскен адамдардың 50 жылдан кейінгі кездесуі деп айтуымызға да болады екен. Мың өліп, мың тірілген қазақпыз. Мінекей тағы да бір сондай кезеңнен өтіп отырмыз. Алдарыңызда дәрігер, мамандығыңыз дәрігер ғой. Нақтылай келсек, онда өзіңізді таныстырыңыз. Немен қандай дәрігер екеніңізді маман ретінде таныстырсаңыз деймін. Мен Мойынқұм ауылы Көктерек, Мойынқұм ауданы Көктерек ауылының азаматшасы. Көктерек ауылында бірнеше жыл дәрігер болып істедім. 2005 жылдан бері заманның ағымына қарай Астанаға келіп, Астанада қызмет етіп, қазіргі күнде зейнеттемін. Зейнеткермін. Қазіргі уақытта дәрігерлік жұмысымды тоқтаттым. Қазір балаларға көмек беріп отырмын. Бүгінгі күнде мынау дастархан басында Жангелді, Балғын, жиендерім, солар үйлеріне қонаққа шақырып, осында қонақта отырмыз. Енді Алланың қалауы шығар, мына біздің Мойынқұмдық жігіт Нұрбол бір Қазақстан қоғамының ұйымы, Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымының бір мүшесі екен. Сол осындай бір сұхбат алайын деп отырғаннан кейін сол отырысқа енді ой пікір алмасып отырған жайымыз. Енді бізде қазір 60-тан асқан шағымызда ой тоқтататын уақыт келді. Бұрын жұмыс басты болып жүрген кезде ештеңе ойлауға да уақытымыз болмайтын. Қазір мына карантин болып, бірнеше көптеген ойлар келіп кетіп жатыр. Енді бұл карантин, кризис деген өзі тегінен тегін келмейді екен. Бұндай жағдайлар адам бір ой тоқтатып, жаңағы өмірдегі көзқарасты өзгертуге әкеліп соғады екен. Енді қазір жаңағы орысша айтқанда положительный көзқарас. Мысалға, әйелдер көбінесе жұмыс басты болып, үйде не болып жатқанын білмейтін. Қазір әйел азаматтардан сұрасаңыз, айтады, жақсы болды, балаларымызды тани білдік, балаларымыздың сабақ оқығанын бәрін қадағалап отырмыз. Бұрын білмеппіз, балаларымыздың осындай қылығы бар екен, осындай затқа бейім екен деген жақсы бір ойларын айтып жатыр. Мен өз басым ойланып көрсем, бұрынғы жағдайда жақсы, Аллаға шүкір, жаман болған жоқпыз. Жаңа қарнымыз тоқ, көйлегіміз көп болды. Қазіргі уақытта енді біз асарымызды асап, жасарымызды жасадық деген
емес енді жасымыз әлі де жаспыз ғой енді шілей қартайып тұрған басымыз салбырап тұрған жоқ, бірақ жастарға кейбіреулері жаңадан бір іс бастап жатыр. Сол жаңадан іс бастап жатқан адамдарға істеріне сәттілік тілеймін. Үйінде бала тәрбиелеп отырған аналарға балаларыңыз ойларыңыздан шықсын, бір жақсы азамат, азаматша болып өссін деген тілек айтқым келеді.